Ең алдымен біз барлығымыз білім жүйесінде жүргеннен кейін біздің барлық ұстаздардың міндеті мақсаты бір деп ойлаймын. Ол ең алдымен оқушының нақты тұлғаны қалыптастыру, яғни өз пікірі бар тұлғаны қалыптастыру, психологиялық білімді жетік меңгерген, көп тілді, өзінің ойын кез келген жерде айта алатын және қазіргі заманның талабына сай заманауи технологияларды меңгерген тұлғаны қалыптастыру барлығымыздың ортақ міндетіміз. Және осы міндетке мақсатқа жету барысында біз БЖБ, ТЖБ тапсырмаларымен қалыптастырушы бағалауды өте тиімді әдіс деп есептейміз. Себебі неге дейміз? Өйткені біз бұны жалпылама қарастыруымыз керек. Ең алдымен бұл өздеріне түспес бұрын оның туындап жатқан мәселелерін қарастыруымыз керек. Яғни жаңартылған оқу бағдарламасынан басталады. Біз жаңартылған оқу бағдарламасын дұрыс деп қарар деп тапқандықтан, білім министрлігі оны бекіткендіктен, оның ішіндегі өзектеріне тоқталатын болсақ, яғни ең бірінші біз кез келген ұстаз сабаққа кірген кезде қымыжымен жұмыс жасайды, қысқа мерзімді жоспар. Осы қысқа мерзімді жоспардан барып, осы біздің айтылып отырған бүгінгі дебатымыздың тақырыбы келіп шығады. Не себепті қымыжы БЖБ, ТЖБ талдаулары қалыптастырушы бағалау өзекті? Себебі бірінші аргумент, осы бағалаулар арқылы, осы тапсырмалар арқылы оқушы сыни ойлауға үйренеді және функционалдық сауаттылығы артады. Қазіргі күні мысалы өткен жүйемен дәстүрлі оқыту бағдарламасымен біз оқушыдан тек қана диктант мазмұндама алып қоятын болсақ, иә дұрыс, біз оқушының ішіндегі ойын біле алатын шығармыз. Бірақ біз қазір тек бір шектелген ғана Қазақстанда ғана өмір сүрмейміз ғой, біз әлемдік деңгейде оқушының ойлау қабілетін дамытуымыз керек, өрісін кеңітуіміз керек. Бұл жерде бізге БЖБ, ТЖБ тапсырмалары өте жақсы көмектеседі. Екіншіден, БЖБ, ТЖБ тапсырмаларында шығармашылық, оқушының шығармашылығы және зерттеу қабілеті артады. Өйткені ол жердегі тапсырмалар тек қана мазмұндама жазумен, диктант жазумен шектелмеген. Ол жерде зерттеуге бағытталған, оқушының жеке пікірін білуге бағытталған тапсырмалар өте көп. Және үшіншіден, ол мұғалімнің өзіне жеке ізденуге өте үлкен көмекші. Мысалы, жаңа үкімет тарапы айтып жатыр, мұғалім дайын ақпаратты көшіреді деп. Ол әр мұғалімнің өзінің жауапкершілігіне байланысты. Біз жауапкершілігі төмен мұғалім үшін жауап бере алмаймыз, бірақ өз ісін жақсы атқаратын мұғалімдер өте көп. Ол кісілер міндетті түрде БЖБ, ТЖБ-ны құрастырған кезде жеке ізденеді. Ол оқушының мұғалімнің шығармашылық процесін арттырады. Тапсырманы міндетті түрде оқушы өзі құрастыру керек. Бізге үкіметтен берілген сұлба ол тек эскизі ғана, макеті ғана. Біз оны міндетті түрде өзгертіп алуымыз керек. Дайынды қолдан деген, дайынды қолдану міндетті деген ешкім жоқ. Содан кейін, мысалы қалыптастырушы бағалауға келетін болсақ, қалыптастырушы бағалау деп атының өзі айтып тұр. Ол кімді қалыптастырады? Ол тұлғаны қалыптастырады. Яғни қалыптастырушы бағалау бізде әр сабақтан кейін қоямыз ғой 10 балдық жүйемен. Ол оқушының ішіндегі тұлғаны қалыптастырады. Яғни сіз қалыптастырушы бағалау болмаса, оқушыны өйтіп бағаламайтын болсаңыз, тұлға қай жақтан қалыптасады? Оның қатесі осы жерде, дұрыс жағы осы тұсы, оқушының артық тұсы, кем тұсын біз сол жерде қалыптастырып бағаламасақ, ол оқушы кері байланыс ала алмайды. Яғни қалыптастырушы бағалау міндетті түрде керек. Және бұл жерден кері байланыстан шығып жатыр, иә? Кері байланысты, мысалы, дұрыс бермейтін ұстаздар бар. Кері байланысты 45 минуттың ішінде мен барлық оқушыдан сұрап үлгермеймін дейді, кері байланысты дұрыс жасамайтын мұғалімдер бар. Оның қалыптастырушы бағалауды міндеттеудің ең бірінші артықшылығы ол әр оқушыны мұғалім бағалап үйрену керек. Яғни оқушы қалай бар, солай қабылдау керек мұғалім. Мысалы, бастауыш сыныптан бері 3-пен келе жатқан баланы 7-ші сыныпқа барған кезде мұғалім ой мынау 3-тің баласы деп 3 қоя салуы мүмкін. Ал қалыптастырушы бағалаудың ерекшелігі сіз әр сабақта бағалау арқылы 3-ке оқитын бала бүгін 5-ке дайындалып келген шығар. 5-ке оқитын бала 2-ге дайындалып келген шығар. Яғни сіз қалыптастырушы бағалауды қолдану арқылы оқушыны бір сарынды емес, ерекше болуға үйретесіз, тұлға болуға үйретесіз. Содан кейін үкімет тарапының тек диктант пен мазмұндамаға тоқталғанда менің кішкене қарным ашып тұр. Өйткені біз мына жерде барлығымыз жиналып алып, қазақ тілі мен әдебиет пәнін ғана талдап жатқан жоқпыз ғой. Біз мысалы математика пәнінде, физика пәнінде балаға диктант жаза алмаймыз, шығарма жаза алмаймыз, иә? Бақылау жұмысы ол өте стандарт түрде болады. Бақылау жұмысы ол өте шектеулі, бір ғана тақырыпты алады, сол тақырыпты ғана бақылау жұмысын жазады. Ол оқушының әсіресе заманауи қазіргі 21 ғасырдағы ой өрісі өте дамып кеткен оқушыларды шектейді деп ойлаймын менің пікірімше. Диктант пен шығармадан, бақылау жұмысынан біз кең ауқымға шығуымыз керек. Оқушыны міндетті түрде әр сабақта музыка пәні бола ма, ол физика пәні бола ма, химия пәні бола ма, оқушыны функционалдық сауаттылыққа, кәдімгі практикалық өмірге дайындау керек. Біз оқушыға теорияны, ойымыздағы дүниені ғана берер емес, практикада нақты осы проблема келсе, сен не істей аласың? Яғни солай тәрбиелеу керек. Ал біздің осы жаңартылған оқу бағдарламасында нақты осы мақсаттарға бағытталған. Содан кейін жаңа мұғалімге стресс деп айтып жатты. Мұғалімге стресс ол өзінің сүйіп таңдаған мамандығы, өзі осы жолды біле тұра таңдады. Қазір университетте сізге
университетте де сізге жақсы рахмет сізге айтады, егер мұғалімдік жолға түсетін болсаңыз, осындай сізді күтіп тұр. Яғни ешкім барып аузын ашып ешкім отырмайды, яғни бәрі сол жүйеге, стресске дайын болу керек. Стресс жоқ, жұмыс жоқ. Қазір барлық жұмыста белгілі бір деңгейде стресс бар. Сосын қағазбастылық болмайды. Қағазбастылық мұғалімнің жұмысының алып тастай алмайтын бір бөлігі. Біз қағазбастылықтан құтыла алмаймыз. Өйткені қағазбастылық біздің мамандығымызбен тікелей байланысып жатыр деп те айтуға болады. Содан кейін қазіргі күні қағазбастылыққа апармай-ақ БЖБ ТЖБ-ны Google форма арқылы, онлайн мектеп арқылы, Quizzes деген сайттар арқылы, платформалар арқылы сол онлайн түрде алсаңыз болады. Сізден ешкім қағаз талап етпейді, А4 қағазға шығарып бер деп ешкім талап етпейді. БЖБ ТЖБ талдауын өзіңіз жасайсыз, бірақ БЖБ ТЖБ-ны сіз онлайн платформалар арқылы ала аласыз. Яғни бұл проблема емес меніңше. Содан кейін жасанды интеллект, қазіргі қолданылып жатқан заманауи технологиялар біздің жұмысымызды, мұғалімнің жұмысын керісінше жеңілдетеді. Сіз өзіңіздің БЖБ ТЖБ-ны жасанды интеллектке салу арқылы тексере аласыз.